Жетісу облысының Қаратал ауданында кейінгі 3 жылда 36 ғимарат салынған. Мектеп, емдеу мекемесі және спорт кешені сынды тағы 30-дан астам нысан күрделі жөндеуден өтті. Әлеуметтік нысандардың жаңартылуымен аймақтағы ауылдардың да жарай шықтала түсті. Қаратал аудандағы көз тартатын көрікті ауылдардың бірі Кәлпе. Кейінгі 3 жылда елді мекенде бірнеше мемлекеттік мекеме салынды. Соның бірі мәдениет үйі. Ғимарат бүгінде жергілікті тұрғындардың жиі бас қосатын, әрі көпшілік шараларды өткізетін руханият ордасына айналған. Бір мәдениет үйіміз жоқ болғанда не істейміз дегендей ой болып еді. Қазіргі таңда осы мәдениет үйіне жиналып, бәріміз осы неше түрлі шараларды өткізіп жатырмыз. Қазіргі кезеңге тек қана біз ғана емес, осы жас өспірімдерді осыған баулып жатырмыз. Жастар келіп, мектептен және де ауыл тұрғындарының жаңағы өлең айтатындары келіп, осы жерге өлең айтып жатыр. Мектептен жаңағы би ансамблі шығып жатыр. 3 жылда ауданда колледж, жатақхана, мектеп сынды 4 ғимарат салынды. Сонымен қатар 10 емдеу мекемесі тұрғызылды. Тағы осынша спорт кешені ашылып, 8 мәдениет ошағы мен өзге де мекемелер ел игілігіне берілді. Бізде соңғы 3 жылда аудан бойынша жалпы 12 медициналық нысан құрылыстары жүргізілді. Оның ішінде 50%-ға жуық нысан жаңартылды. Бұл жерде блокты модульдік медициналық ғимараттар салынды. Одан бөлек осы мына 6 нысан ұлттық жобаға сәйкес салынып отыр. Әлеуметтік нысандармен бірге ауданда тұрғын үй мәселесі рет-ретімен шешіліп келеді. 2022 жылдан бері 130 отбасы баспаналы болды. Қоныс тойын тойлағандардың бірі Үштөбелік Ақжамал Теміржанова. 2 баланың анасы бұрын көршілес ауылдағы туыстарының үйінде тұрып келген. Мать одиначка ретінде алған бұл үйді. Үйді алғаннан кейін осында қазір тұрып жатырмыз. Жылы үй, жақсы район, таза район, талдар егіліп, әдемі болып қазір көркейіп жатыр. Биылғы жоспарымыз 150 үй тұрғын беру, оның 100 пәтері көп қабатты үйлерден, 50 пәтері жеке тұрғын үйлер. Барлық 150 үйдің бәрі Үштөбе қаласынан салынатын болады. Ауданда биыл құны 30 миллиард теңге болатын 6 ірі инвестициялық жобаны жүзеге асыру көзделіп отыр. Жоспар орындалған жағдайда ауыл шаруашылығы кешендері ашылып, өнім өңдеу саласы дамитын болады. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Жеңіс Әбдірешев, 24 KZ, Жетісу облысынан.